Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өздеріңізге белгілі жақын арада біздің көктемдік мейірімділік қоржын атты акциямыз өзінің бастауын алған. Алматы қаласы мен Алматы облысына 1000 жарым мұқтаж отбасыға біздің азық-түлік себетіміз үйлеріне дейін жетті. Бүгінгі кезек осы Талдықорған қаласы болатын. Аллаға шүкір, өзіміздің мойнымызға алған аманатымызды үйлеріне дейін апарып жеткіздік. Біздерді ұмытпай, әрдайым көмек беріп жатқан осы салиқалы ұрпақ қоғамына үлкен рахметтерімізді, алғыстарымызды айтамыз. Алла қаласа осы індеттен де құтылармыз, ағайын. Сондықтан да сабырлық танытайық. Бүгінгі жауып отқан жаңбырымыз елімізге берекелі болсын.